Экватордан кейін субэкватор болады. Субэкватордан кейінгі мынау сары түстес тропик болады. Тропиктен кейін субтропик болады. Субтропиктен кейінгі мына түстесігі үлкен мына алыптың бәрін алып жатқан қоңыржай белдеуі болып келеді. Бұл қоңыржай белдеуі екі жарты шарда орналасқаннан кейін алдында су қоңыржай деген нәрсе болмайды. Тек қоңыржай ғана белдеуі болады. Алдында экватор болатын болса, субты қойсаңыздар, бұл субэкватор болады. Одан кейін субтропик болады. Жаңа қоңыржайда айтып өттік. Өйткені бұл жерде экваторлық белдеуде жауын-шашын өте көп түседі. Жауын-шашын көп болғандықтан оны гумидтік деп аталады. Әрбір жауаптарың мен үшін құнды. Енді субэкваторлық белдеуде жазда экваторлық ауа массасы, қыста тропиктік ауа массасы басым. Ауа температурасы жазда +30 сел, қыста +14 сел. Жауын-шашын мөлшері жазда 1000 миллиметр, 3000 миллиметр, қыста аз. Ауа массасы кетуіне ыңғайлы, сондықтан бұл жерлер орман және шалғын болып келеді. Тропиктік ауа массалары әдетте өте құрғақ болып келеді. Субтропиктік және субэкваторлық болып бөлінеді. Олар жыл бойы тропиктік ауа массаларынан болады және олар жазда ыстық, қыста жылы болып келеді. Және ылғалдылығы оларда аз болады. Және қыртынан көрсететін болсақ, олар сары түспен мөлшерде белгіленген. Олар Италия және Италия секілді, Испания секілді елде жатады. Құрғақ болып келеді, жауын-шашын мөлшері өте жоғары. Және осындай құрғақ болғандықтан бұл жер ауа температурасы өте ыстық болады. Сонымен қатар экваторлық белдеу екі субэкваторлық белдеудің арасында орналасқан табиғи белдеу болып табылады. Орташа температурасы +27-28 болады және сирек жағдайда ғана 20 градусқа түседі. Керемет. Антарктикалық Антарктиданың солтүстік болады. Антарктикалық бұл оңтүстік поляризмның орталығында орналасқан және көлемі 14 миллион шаршы километрді құрайды. Азия теңізіндердің және итбалықтардың көптеген түрлерін кездестіруге болады. Және кейбір мәліметтерге сүйенсек, 2 миллион жылдан астам уақыт оларды ол жаққа жанды болады. Тамаша. Ары қарай. Арктикалық ауа массасына күн энергиясын жетеді. Және одан жоғары болуы. Біз енді солтүстік мұхит ол жақ өте әлі жер шарындағы ең кішкентай мұхит болып есептеледі. Оның жалпы көлемі 14,75 километр шаршы квадрат. Ол жақта суға төзімді жануарлар мекенеді. Морж, кит, ағаю сияқты жануарлар. Климаттың аудандастыруы. Екінші орында экватор тобын енді үшінші топта тропик тобын климаттық белдеуі тропик климаттық белдеу туралы есте жазады. Қоңыржай тобы қоңыржай климаттық белдеуі туралы есте жазады. Арктикалық тобы арктикалық климаттық белдеу туралы эссе жазады. Үй тапсырмасы.
бүгін сабақ түсінікті болса, сіздер мына комментарий жазыңыздар.